Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қыс мезгіліне дайындық айдарын жалғастырамыз. Бүгін кобра дайындайтын боламыз. Кобра үшін бізге 2 кг қызанақ, 2 кг тәтті қызыл бұрыш, 80 г острый перец, 400 г сарымсақ, 80 г тұз, 150 г қант, 100 мл 9% уксус қажет. Барлық көкөністерді тазаламай тұрып өлшеп алдым. Алдымен көп мөлшердегі сарымсақты тез қабығынан ажырату үшін біз оған ыстық су құямыз. Ыстық судың температурасы шамамен қолымызды батырған уақытта қолымыз күймей тұруы тиіс. Сарымсақты басқа көкөністерді даярлап алғанша суда қалдырамыз. Барлық көкөністерді мясорубкадан өткізетін болғандықтан алдын ала шағын бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Қызанақты алдын ала жуып тазартып аламыз. Содан соң оның бас жағын кесіп тастаймыз. Содан соң майда кесінділерге бөліп аламыз. Қызыл тәтті бұрышты да жуып тазалап алғаннан соң оның басын кесіп тұқымынан ажыратып аламыз. Содан соң мясорубкадан өткізгенге ыңғайлы етіп, ұзынша етіп, немесе 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Острый перецті, яғни ащы бұрышты жуып тазалап алғаннан соң оның басын кесіп аламыз. Острый перецті тұқымынан ажыратудың қажеті жоқ. Бұл сіздің жұмысыңызды да жеңілдетеді. Ал егер острый перецті тұқымнан ажыратамын десеңіз, міндетті түрде қолыңызға қолғап киіп алыңыз. Қолыңыз ашып, мазаңызды алуы мүмкін. Келесі кезекте сарымсақты қабығынан тазартып аламыз. Сарымсақты алдын ала суға салып қойғандықтан ол өте тез ашылады. Қабығынан ашылған сарымсақтардың басын міндетті түрде кесіп алып тастаймыз. Сарымсақтың барлығын ашып болған соң міндетті түрде суға шайып жіберуді ұмытпаңыз. Келесі кезекте барлық көкөністерімізді мясорубкадан өткізіп аламыз. Мен мясорубканың астына кобраны қайнататын ыдысты бір-ақ қойдым. Ыдыстың көлемі 4,5-5 литр сиятындай болуы қажет. Негізінен кобра тағамға қосып жейтін тек қана дәмді ас қана емес, сонымен қатар ол денсаулыққа өте пайдалы. Қыстың күні әртүрлі вирустардан сақтайды. Мясорубкадан өткізіп алған барлық көкөністерімізді жақсылап араластырып, оны газға қоямыз. Кобраны қайнатамыз. Кобраны қайнату барысында үнемі қасықпен кобраны араластырып отырыңыздар. Себебі ыдыстың асты күйіп кетпеуі тиіс. Кобра қайнаған уақытта оған 80 г тұз, 150 г қант, 100 мл 9% уксус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң газдың отын аздап азайтып, 30 минут көлемінде кобраны қайнатамыз. Кобраны қайнату барысында міндетті түрде арасында қасықпен араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Дайын болған кобраны алдын ала стерилизация жүргізген ыстық банкаларға құямыз. Негізінен қазіргі таңда стерилизация жасаудың түрлері өте көп. Бұрын біздің аналарымыз шайнекке банканы төңкеріп қойып, қайнатып стерилизация жасайтын болса, қазіргі күнде стерилизация үшін духовканы, микроволновканы, мантоварканы да қолданса болады. Духовкада жүргізген стерилизация уақытты үнемдейтін болғандықтан маған өте ұнайды. Ол үшін банкаларымызды жуып тазалап, сетканың үстіне духовкаға орналастырамыз. Астына противенге су құйып орналастырамыз. Духовка 200 градусқа дейін қызған уақытта шамамен 15 минут көлемде банкаларды духовкада ұстаймыз. Банкаларды бірден шығарып ыстық күйінде оған салатты немесе вареньені құюға болмайды. Себебі банка сынып кетуі мүмкін. Сондықтан духовканың есігін аздап қана ашып, банкаларды аздап қана суытамыз. Банкаларды біртіндеп шығарып отырып, ыстық салатты ыстық банкаларға құямыз. Кобраны әр банкаға құярдың алдында міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып банкаларға құямыз. Сонда кобраның сұйықтығы біркелкі болып шығады. Банканың ішінде өте аз мөлшерде ауа қалу үшін кобраны банкаға толтырыңқырап құямыз. Банканы алдын ала стерилизация жүргізген ыстық қақпақпен жабамыз. Қақпаққа стерилизация жасау үшін мен қақпақты суға салып, оны 1-2 минут көлемде қайнатамын. Ыстық банкалар толық суығанға дейін міндетті түрде одеяломен немесе пледпен орап қоямыз. Сіздер де міндетті түрде осы рецепті пайдаланып, қыс мезгіліне кобра дайындап алыңыздар. Мен өз каналымда ерекше дәмді тағамдардың рецептісімен бөлісемін. Менің каналымнан сіздер әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Жақын арада қыс мезгіліне дайындық айдарының рецептілерімен тағы бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.